3 сұрақ әлеуметтік желіден алынған әсерлі әңгіменің авторы Қонақбай Қожанияз. Астананы қар басып қалды. Енді бұл қар сәуірге дейін жатары анық. Күнделікті кешкі серуенге шыққанмын. Өмір сүру қиындап кетті, деді қарсы жолыққан көршім аман саулық сұрасқан соң. Өмір сүру ешқашан жеңіл болмаған сияқты ғой, деймін мен де қарап тұрмай. Бәрібір, қазір бұрынғыдан қиындау, деп көршім айтқанының қайтар емес. Сол қиындыққа шыдамай талай отбасы бұзылып жатыр. Үйленгеніне жыл толмай жатып, менің де кенже ұлым ажырасып кетті. Одан әрі тыңдағым келмей сөзім бөлдім. Бәрін қиындатып жіберетін өзіміз екен. Мына риуаятқа құлақ салыңыз деп бір әңгімені бастадым. Бұл осыдан 30 жыл бұрын болған оқиға. Ода қыдырап, адамдар оң мен солын ажыратудан қалған ырду-дырду кез. Бір қалада өскен жігіт пен қыз бірін-бірі ұнатып үйленіпті. Той тарқап, күйбең тіршілік басталады. Екеуі оңаша тұрса да бірде анау жетпей, бірде мынау жетпей, жиі кикілжің туады. Ол біртіндеп ұлғайып қайталана беретін дауға айналады. Кезекті бір жанжал шыққанда келіншек жетер, төркініме кетемін деп қалады. Жігіт те ашу үстінде 4 жағын құбыла деп есікті көрсетеді. Сонымен жас келін төркініне кетіп, жігіт үйде жалғыз қалады. Бір кезде телефон шырылдап, тұтқаны көтерсе, қайненесі екен. Пәленшесің бе? Қалайсыңдар? Біздің үйдің алдында бір келіншек тұр. Сенің келіншегіңе ұқсайды екен. Күн суық, жаурап қалған сияқты. Тезірек алып кете ғой, біз үйге кіргізбедік, деп қысқа қайырады. Жігіт сасқалақтап, қазір барам, қазір жетемін дей бергенін өзі де түсінбейді. Машинасымен жетіп келсе, келіншегі шынымен ақ тоңып қалған екен. Бірден көлікке мініп алады. Бірақ көлік ішінде екеуі де жақ ашпайды. Үйге кірген соң келіншек бүк түсіп жатып қалады. Қарны ашқан жігіт не істерін білмей отырғанда телефон тағы шырылдайды. Бұл жолы қайын атасы екен. Балам, қарындарың ашқан болар. Бүгін үйлеріңде қазан қайнамасын біліп мамаң ет асып қойды. Екеуің келіп ет жеп қайтыңдар, дейді дым болмағандай. Бұл екеуі де сыр берместен жетіп барады. Бөтен сөз жоқ, тамақ тартылып, шай ішіліп болған соң, жігіт енді не болар екен деп тыпырши бастайды. Бұл тегін шақыру еместігін іші сезеді. Балам, менің саған деген 2-3 сұрағым бар, деп қайын атасы алыстан сөз бастайды. Құлағым сізде? Қызым, намысыңа тиетіндей бір іс істеді ме? Жоқ, олай болған жоқ. Сенің рұқсатыңсыз үйге бөтен адамды кіргізді ме? Жоқ, мұндай әдеті жоқ. Сенің тапқаныңды орынсыз жұмсаған кезі бар ма? Жоқ, керісінше ақшаға ұқыпты. Ендеше, неге мұндай әйелді үйден қуасың? Намысыңа тимесе, бөтенге көз салмаса, тапқаныңды шашпаса, мұнан артық адамды қайдан табасың? Еркек бол да, отбасыңа иелік ет. Ал сен еркеліктің жөнін біл, деп қызына бұрылғанда жігіттің екі бетінің уыты шығады. Кінә менде, менен бір қателік өтті деп үйіне қайтқанша асығыпты. Арада талай жылдар өтеді. Жақсылықты да, жамандықты да көреді. Әрине, үйде ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Әйелге ашуланғанда еркек әлгі 3 сұраққа жауап іздеп, өзін сабырға шақырады екен. Әсерлі жазбаны оқыған Роза Сұлтаналиева.